жеке мен үшін Мәсіхтің бар екендігінің, оның адамның өмірін өзгерте алатын күшін, оның қайта тіріліп киелі жазбаның шынайы екендігінің ең керемет куәлігінің бірі Паул болып табылады. Алдымен кішігірім кіріспе болсын. Тарстық Саул бұл оның Яхуди есімі, ал мәсіхшілік есімі елші Паул. Тарстық Саул қоғамға үлкен ықпалы бар танымал еврей жетекшісі болды. Ол сол кездегі зияткерлік орталық болған Тарстағы аса көрнекті еврей ғалымы Гамалиелдің басшылығында білім алды. Саул Исаны жалған мәсіх деп есептеп, иудаизмге берілгені сонша, мәсіхшілерді жан дүниесімен жек көрді. Ол мәсіхшілердің жалған мәсіхті уағыздап, нәтижесінде иудаизмнің негізіне нұқсан келтіруде деген сенімде болды. Сөйтіп Саул мәсіхшілерді іздестіріп, оларды түрмеге отырғызып, олардың өлім құшқандарына қол жеткізу үшін қала-қаланы аралап көшіп жүруге рұқсат алды. Мәсіхшілер Тарстық Саулдан қорықты, бірақ осы әлем әлі де түсіне алмайтын жайт орын алды. Әрі қарай не болғанын тыңдаңыз. Елшілердің істері кітабының 9-шы тарауында айтылғандай. Ал Саул, еміздің жолын қуушыларды өлтірем деген қоқан лоқысы мен қаскөйлігін әлі де жалғастырып, Дамаскке бет алды. Сол жерде мәсіхшілерді абақтыға жауып, өлімге кесу мақсатымен оларды іздестірді. Ол Дамаскіге жақындап қалғанда, оған көктен түскен жарық, нұр кенеттен сәулесін төгіп жіберді. Саул жерге құлап түсіп, «Саул, Саул, неге мені қудалайсың?» деген дауысты естіді. Саул, «Сен кімсің, ем?» деп сұрады. Ол, «Мен сен қудалап жүрген Исамын. Орныңнан тұр да қалаға бар. Не істеуге тиіс екенің саған сол жерде айтылады» деді. Киелі кітапта оның көзі көрмей қалып Дамаскіге апарылғаны жайында және сол жерде 3 күн бойына күткендігі жайында айтылады. Сол кезде Құдай бір сенушіге сөзін арнап, «Сенің Тарстық Саулға барғаныңды қалайым» деді. Әлгі адам болса, «Ешқашан, мен оның жаман атағын білем, оның мәсіхшілермен не істейтінін естідім» деді. Алайда Құдай, «Сол жерге бар, әйтпесе жұмыстан шықтың» деп есептей бер деді. Және сол адам мойынсұнып жолға шықты. Менің ойымша, бұл батыл әрекет. Ол сол кездегі мәсіхшілер бәрінен де қорқатын адамға жол тартты. Енді ол өзінің жауына келіп, қандай сенім болу керек екендігін ойлаңыздаршы. Ол оған қолын қойып, «Бауырым Саул» деді. Иә, сенім деп осынай. Сол сәтте, киелі кітапта айтылғандай, сол сәтте-ақ Саул көзінен перде алынып тасталғандай көре бастады. Және Саул не істеу керектігін түсінді. Ол жерде бір нәрсе болды. Болған нәрсе, мәсіхшілердің үлкен жауын, Тарстық Саулды, мәсіхшілікті уағыздайтын ұлы уағыздаушы елші Паулға айналдырды. Адам өлтірушіні бар күшімен берілген елшіге айналдыратындай жағдай орын алды. Мәсіхшілерді жек көретін адамды оларды жақсы көретін адамға айналдыратын жағдай орын алды. Сол күні Дамаскіде таңғажайып нәрсе болды. Мәсіхшілердің біреуін де қалдырмай жоқ қылғысы келген адамды мәсіхшілердің әрқайсысын сүйетін адамға айналдырды. Бұл не жағдай еді? Сіз таңғаласыз. Сондай-ақ мүмкін оқу құралдарында Тарстық Саулмен болған оқиға жайында жасыратынын білгенде, тіпті аздап көңіліңізде қалатын болар. Алайда мен сіздерге осы сұраққа тарихи ғылымның қалай жауап беретіні жайында айтқанда таң қалатын боласыз.